Жұпаргүл Бейсенова ханым, жоғары шығыңыз. Келіңіз, айт қабыл болсын. Рахмет. Көңіл-күйіңіз қалай, керемет шығар. Біз қараңыз, мына жерде бүгінгі тақырыпқа байланысты осындай әдемі композицияларды жасап жатырмыз. Бұл Flat Lady деп аталады екен. Жалпы өзіңіз Инстаграмда барсыз ба, тіркелгенсіз? Қанша оқырманыңыз бар? Енді шын мәнінде мен енді Инстаграмда танымал емеспін, қыздар. Себебі оған біріншіден жаңа өздеріңіз айтып жатсыздар, арнайы уақыт керек, арнайы ізденістер керек. Тағы бір мәрте барлықтарыңызға қайырлы күн дейміз. Алматы арнасында тікелей эфирде Жұпаргүл ханым отыр. Жұпаргүл ханым, бүгінгі біздің тақырып желідегі жасандылық деп аталады. Енді осы әлеуметтік желіге тәуелділікті психологияда қалай түсіндіруге болады? Енді біз адам болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін біздің өмірде ол тәуелділік деген нәрселеріміз өте көп. Ал енді әлеуметтік желіге тәуелділік дегеннің өзі қазір кездегі былайша айтқанда әлеуметтік желі ол біздің өміріміздің бір бөлшегі деп айтуға болады. Біз әлеуметтік желіні біз өмірімізден қазір мүмкін емес алып тастауға, немесе оны арылуға. Жалпы әлеуметтік желіге тәуелділік адамның өзіне байланысты. Себебі адам алдына қойған мақсаттарына байланысты, қызығушылықтарына байланысты, өзінің күнделікті өмірде тіршілігіне байланысты, іс-әрекеттеріне байланысты, оны қалай қолданады, қолданылу ерекшелігі қандай деңгейде, міне осыған байланысты әлеуметтік тәуелділіктің деңгейін анықтай аламыз маман ретінде. Жұпаргүл ханым, негізі қазір кезде қолымыз босай қалса, бірден ұялы телефонымызды алып селфи жасай бастаймыз. Расымен де жаңа екеуміз күліп жатырмыз. Сырттан қарсы бір маймылдар отырған сияқты, барлығы өз-өздерімен сөйлесіп отырады. Негізі осы шетелдік ғалымдардың айтуы бойынша ол ауру дейді. Бір жаңа аурудың түрі. Сіз қалай ойлайсыз? Жалпы енді психолог ретінде мен айтайын дегенім, селфиға құмар адамдар болады. Яғни бұл жерде бұның бірнеше жаңа көрсеткішін айтып өткім келеді. Неге адам селфиға түседі? Біріншіден, бұл жерде психологиялық тұрғыда селфиға қайта-қайта түсе беретін адамдардың бірінші өзін-өзі бағалауы өте төмен деңгейдегі адамдар өзін көрсету үшін, өзін көрсету үшін және өзін самореализация дейді ғой, тарату үшін сенімділігі аз дейміз бе біріншісін? Өзін-өз бағалауы төмен. Өзін бағаламайды дейін, е? Өзін дұрыс бағалай алмайды. Немесе өзін-өз төмен бағалайды. Өзін төмен бағалайды. Ағырай, сайта береді, диагноз жаза береді. Яғни өзін жаңағы сырттан қалай байқағысы келетін адамдар. Яғни бұл қарапайым тұрғыда, мысалға, мына көйлек маған жарасады ма екен, мен бұлай жүрсем қалай болады, мынау бояу маған, макияж маған жарасады ма, мына шаш үлгісі маған жарасады ма деп. Яғни өзгенің пікірі маңыздырақ. Маңыздырақ. Сырт көзбенен өзін қалай көреді, осы үшін селфиға түседі екен. Тәуелділік дейміз бе оны? Жоқ, тәуелділік емес. Өзгеге тәуелділік. Жоқ, өзгеге тәуелділік емес. Өзін қай қырынан дұрыс көрсетуге байланысты. Енді қазір қалай жазамыз? Өзгенің пікірі арқылы өз-өзіне баға беру, е? Иә, өзгенің пікірі дейді. Өзгенің пікірі деңіз. Үшінші, одан кейін еліктеу мақсатында. Еліктеу, байқайтын болсаңыздар, қазір кезде мысалға үлкен-үлкен жұлдыздарға қарап, үлкен жаңағыдай сондайға байланысты соған ұқсағысы келіп селфиға өзін түсіреді. Яғни ол еліктеу мәселесі. Одан кейін келесі мәселе адамның жаңағы мен айттым әлеуметтік желідегі өзінің мотивациясына, қызығушылығына байланысты деп жазсаңыз болады. Яғни қызығушылығы қалай? Мен өзімді жаңағы өмірде жаңағы тарата алам ба, осындай өзімді көрсете алам ба деген сияқты мәселелерді қамтиды екен. Яғни селфиға түсудің жақсы жақтары да бар, онша емес жақтары да біз айтқымыз келеді. Жақсы, ал енді осы тәуелділіктен құтылу үшін не істеу керек?
Осында тізбекте жазып кетейік. Енді мен сіздерге осы жерде бір қызық нәрсені айтайын. Европаның психологиялық зерттеулері бойынша да біздің жалпы психологиялық зерттеулерге сүйенетін болсақ, әлеуметтік желіге тәуелділіктен арылу жолдары ешқандай жоқ. Ол жерде тек қана бірақ нәрсені айтады, адамның өзіне байланысты. Яғни кейбір отбасылар бар, мысалға, арнайы тек қана қажеттілік ретінде ғана телефонды береді, и то 5 жасқа дейін балаға береді. Немесе мүлдем теледидар қосылмайтын, ноутбук қосылмайтын отбасылар бар бізде мысалға. Яғни әрбір адамның өзіне байланысты. Мысалға, егер сіз әлеуметтік желіге, мысалға мен өзім 1 жыл бойы WhatsApp-ымды, Instagram, ВК деген желілердің бәрін өшіріп тастадым. Өзімді тексергім келді. Мен қаншалықты тәуелдімін, тәуелді емеспін. Шын мәнінде өзіме ризамын. Мен шын мәнінде тәуелді емес екенмін. Бірақ ол қажеттілікке байланысты мен қосылдым. Себебі маған өзімнің жаңағы әртүрлі мәселелер бойынша маған хабарласа алмайтын адамдар жазады. Себебі мынау хабарласып ауызша айтқаннан гөрі ана ішіндегі бар нәрсесін WhatsApp-қа жазып жіберген, ол әлдеқайда адамның ішіндегі болып жатқан мәселелердің шешілуіне көп көмектеседі. Сондықтан негізінен WhatsApp, мессенджер деген бұл қажеттіліктен туындайтын әлеуметтік желі. Ал нағыз тәуелділікті туғызатын ол Instagram, Facebook, Twitter дейміз. Олардың басқа деп ойлаймын. Қыздар, осы сәтте біз дәл осы сұрақты қала тұрғындарына қойдық. Олар не дейді екен? Одан кейін қызықты әңгімеміз одан әрі қарай жалғастырайық. Келістік қой? Желдегі өмір вообще шынайы емес деп ойлаймын. Себебі жұлдыздарда мысалы түседі ғой, әдемі болып әр жерде былай шынайы кәдімгі өмірін көрсетіп жатқан жоқ қой. Парақшаға қарап отырып, адамның мысалы үшін ол күйзеліп жүр ма, қуанышсыз жағдай ма, көңіл күйін жеткізетін шығар менің ойымша. В Инстаграме? Ну, по большей части, наверное, все-таки живая жизнь идет. Это все фальшь, мне кажется. Я сама не сижу, и для меня неинтересно, честно сказать. Шынайы оны елуде елу шығар, қазіргі таңда әлеуметтік желіге кірмейтін адам жоқ шығар. Әркім әртүрлі, кейбіреу шынайы жүреді, кейбіреуі көбісі бірақ өтірік қой. Шынайы шығар 20%-ке, қалған бәрі өтірік деп ойлаймын. Это виртуальная жизнь. 50/50 социальная жизнь. Негізі оңайлар негізі өмірде өйтіп жүре алмайды, бірақ ішінде әлеуметтік сетте олар ішінде өздерінің көрсете алмаған нәрселерін сол жақта көрсетеді. Неке байқадыңыз ғой, көптеген қала тұрғындары әлеуметтік желіде отыратын, сурет салатын адамдардың парақшалары шынайы емес дейді, депрессияға ұшыраса да менде бәрі жақсы деп жазатын адамдар бар ғой. Сіз қалай ойлайсыз? Бұны бір жақты, ол көпшіліктің пікірі, ол шын мәнінде келісетін жақтары да бар, келіспейтін жақтары да бар. Яғни оған бір жақты қарауға болмайды. Адамдардың ол әлеуметтік желіде отыруының себептеріне, яғни көбінесе адамдар, мысалға, жаңа әлеуметтік желіде жаңа айтып жатыр ғой, ол шынайы емес деп жатыр, өтірік деп жатыр, немесе 50/50 деп жатыр. Бұл мен толықтай қосыламын. Яғни адамдар жаңа неге селфиға түседі, немесе мысалы біреулер өзінің қуанышымен бөліскісі келеді. Оның бүкіл өмірін бөлісіп, жаңағы соны адамдарменен жаңағы бөліскісі келеді. Неге бақытсыз, қайғылы сәттерін асталады осы адамдар? Себебі жалпы әлеуметтік желідегі жаңа бүкіл өмірін Инстаграмға салушылар туралы психологиялық мынандай пікір бар. Яғни бұл жерде көбінесе адамды жалғыз басты адамдар, өзін жаңағы самореализацияда көрсете алмаған адамдар, мотивациясын жаңағы дамыта алмаған адамдар Инстаграмда кішкене болса да сол арқылы таратқысы келеді. Яғни осында психологиялық пікір жасауға болады. Ал енді кейбіреулер бар, мысалға, жаңа өздеріңіз айтып жатырсыздар, мен мысалға отбасымды салғым келмейді, салмаймын деп те, бұл жерде адамдардың наным, пікір, сеніміне де байланысты. Суеверие деді мысалға. Мен жаңа өздеріңіз көз өтіп кетеді деп, көз тиіп кетеді деп жатсыздар. Мысалға барлық адамдар көз тиеді деп ойламайды ғой. Мысалға сол сияқты бұл жерде адамның психологиялық ішкі жан дүниесінде болатын үлкен жаңа сенімділік, өзінің бойындағы
сондай діни дейміз ба, сондай бір терең, сондай нәзік сеніміне де байланысты деп ойлаймын. ойлаймын. Мысалы, өз басым Инстаграмға бір пайдалы дүние жазып, әдемі сурет салам, ізденіп тұрып, осы оқырмандарыма пайдалы болсын дегенмен. Бір кісілер жақсы ой білдіреді, біреулер красавица деп қоя салады, ал бір оқырмандарым керісінше неғып отсың, байға тимейсің бе деп бір кейбіреулер жаман пікірлер жазады. Психолог тұрғыдан қараған кезде ол кісілер не себепті отырады деп ойлайсыз осы Инстаграмда? Жалпы Инстаграмда көбінесе бізде енді байқаймыз, біреулердің өмірін жаңағы талқылап, талдап жатқандар жақсы көретін адамдар бар, барлығы деп айта алмаймын. Яғни ол адам шын мәнінде психологиялық кішкене оларда аномалия бар деп айтуға болады. Ауытқу бар. Яғни негативті тұрғыда басқа дүниелерді жаңағы қабылдау. Яғни ондай адамдар шын мәнінде психотерапевтқа барып емделу керек. Яғни ұрыс іздеп отырады олар. Яғни олар кикілжің, конфликт іздеп отырады. Өзінің, бізде өмірде өзінің жаңағы көңіл, ішкі жан дүниесінде іске аспай қалған мәселелерді сублимация деп айтады. Яғни соны жаңағы конфликт арқылы біреуге сондай недовольство дейді, неме дейді жаңағыдай. Көңілі толмайтын жақтарын прямо барлығын салып жібереді ғой. Айтып отырған кезде олар рахаттанады. Жұпаргүл ханым, ал сізде мысалға осы әлеуметтік желіде тәуелділіктен арылам деп келген адамдар болды ма? Жалпы әлде әркім өзін ондай санамай ма? Енді мынау қазақта керемет сөз бар. Сен біреуге еш уақытта сен мынандай, тем более психологиялық тұрғыда мынандай сізде ауытқу бар, немесе сіз мынандай емделу керексіз деп оған айтуға болмайды. Тек қана біз қалай көмектесе аламыз. Ол жаңа мен тағы да қайталап айтамын, бұл европалық ғалымдардың да пікірі. Әлеуметтік желіге тәуелділіктен адам тек қана өзіне алдына мақсат қоя отырып, өзі ғана көмектесе алады. Біз тек қана бағыт-бағдар бере аламыз. Яғни, сіз әлеуметтік желі арқылы мынандай жағымды жақтарыңызды өзіңізге ала аласыз, немесе өзіңіз тарата аласыз, немесе оның мынандай зиянды жағы бар деп көрсете отырып, біз оларға көмектесе аламыз. Осы тақырыпқа қатысты біздің әріптестеріміз бейне үзіндіні дайындап қойыпты. Көріп алайық та, одан кейін әңгімемізді жалғастырамыз. Здравствуйте. Меня зовут Карсубаева Сабина. Пожалуйста, если кто-то нашел эту видеозапись, передайте ее моим родителям, которые живут в Алматы, микрорайон Самал, дом 79, квартира 44. Меня обманным путем привезли в этот дурацкий аул Жигеры, хотя обещали, что я буду жить в Дубае на Джумейре-Бич. Я уже 4-е сутки нахожусь здесь. Сын шейха по имени Джонни оказался колхозником-пастухом Джанибеком. Они забрали у меня паспорт, отобрали телефон, не разрешают выходить с оборота. Мобильники здесь не ловят, здесь ужасные условия. Еще они отобрали всю мою одежду, Гуччи, Луи Виттон, Эрме. И одели вот это вот, смотрите. Хорошо, что я успела спрятать мой любимый браслет. Нужно срочно сюда вести войска. Я понятия не имею, почему он меня похитил. Хотя, конечно, в меня влюбиться очень легко, но все равно это же нечестно. Экранның ар жағында отырған барлық келінка Сабиналарға үлкен-үлкен сәлем жолдаймыз. Өздеріңіздің күнделікті өмірде не істеп, осындай бір сәлемдемелеріңізді міндетті түрде Инстаграмға салып қойыңыздар. Расымен де қазір кезде Инстаграмда неше түрлі осындай қызықты бейнероликтер пайда болып жатыр. Сабира деген естеріңіздер ме? Өзі жап-жас қыз екен. 2 ай бұрын Инстаграмын ашқан. Расымен де өз басыма қатты ұнайды. Жақсы актриса сияқты, өйткені келінді де, енені де, бір театрдағы бір актриса дейді ғой, өзі сұрақ қояды, өзі жауап береді. Жұпаргүл ханым көріп отырған сияқты ол кісіні, білесіз ғой? Иә. Ол меніңше... Осы жерде сұрақ қойып кетейікші сізге. Осындай бірден әп-сәтте танымалдыққа ие болған блогерлер жұлдыз ауруымен ауыра ма, әлде ол оған қатысты емес пе? Оған қатысты жағы да бар, қатысты емес жағы да бар. Шын мәнінде бұл жерде жаңа мотивация дейміз ғой, алдына мақсат қою арқылы, соны қызығушылық арқылы сол мәселеге арнайы дайындалып, мен осындай танымал болғым келеді
немесе осындай мақсатымды іске асырамын деп арнайы осылай инстаграмға сондай жаңа өзінің видеороликтерін жіберетіндер де бар. Ал былайша аяқ астынан сондай бір случайно дейміз ғой, сол бір жаңағы қызық көріп, ойламаған жерден танымал болып кететін жағдайда бұл жұлдыз ауруына ешқандай қатысы жоқ. Менің ойымша сол Сабира жай ойнап әзілдеп видео саламын деп қазір бүкіл қазақ еліне танымал болып шыға келді. Жұпаргүл ханым, өкінішке орай бізде тікелей эфир уақытымыз тапшы. Сізге студиямызға келіп осындай сұрақтарымызға жауап бергеніңізге үлкен рахмет айтамыз.